Мынау Құранда 3-ші сүренің 81-ші аятында былай дейді. Аллах бүкіл пайғамбарлармен бәтуаға тұрды дейді да, шартқа. Бір замандарда елшім келеді. Ол сендердегі кітаптарды және сендердің даналықтарыңды растайтын болады. Сендер оған жәрдем етесіңдер ме дейді. Сонда бүкіл пайғамбарлар айтады, жәрдем етеміз дейді. Серт береді. Ал айтады, онда сендердің серіктеріңмен мен де куәгер болдым дейді да. Ендігі уақытта мынау соңғы заман Бақитоллах Мағдиға келудегі басты мәселе ол жаңағы бұрынғы ескі шарт бәтуалардың бәрі аяқталды. Енді жаңа заманға жаңадан Алламен бәтуаға тұрасыздар, серікке байланасыздар. Оны Бақитоллахтың қол арқылы болады да. Одан кейінгі екінші мәселе, сол арқылы сіздер маңдайларыңызда қазіргі уақытта азғын замандағы число звери дейді ғой, соны жойып, оның орнына 777 санды тәж, киелі әулиеліктің тәжін аласыздар да. Содан кейін барып, сендер жаңағы келесі алдымызда келе жатқан адамдықтың дәуірі алтын ғасырға өтуге құқылы боласыңдар. Қалған адамзаттың бәрі жойылады негізінде. Өте азын ғана өтесіңдер. Бұл ойыншық заман емес. Қазіргі соңғы уақыт. Сондықтан да асығыңыздар. Қайырым мен рахымның есігі ашық тұр. Бақитоллах Мағди сендерді тосып отыр. Сондықтан дағы келіңіздер, Аллаға серт беріңіздер, Бақитоллахтан қолын алыңыздар, және де маңдайларыңызға тәж тағыңыздар. Міне, осы уақыттың бәрінде де сендер жаңағы адамзаттың құтқарылу негізінің басты сыйлығын алатын боласыздар да. Өйткені тек құтқарылғандар ғана келесі эволюциялық заманға өтеді. Өйткені ол заманда қаралықтың бәрі жойылады. Тек Алланың уәдесі бойынша ізгі тақуалар ғана жерді мұралық қалады деген. Сол үшін де Иса келе жатыр. Сол заманның патшасы болу үшін. Сондықтан дағы ойыншыққа баламаңыздар, жастар, ұрпағы қазақтың. Сендерге айтам, болашақ сендерде. Қаншама сенімде жүрген адамдар, сендерге айтам, Тәңірге табыныңдар. Және келесі заманға жалғаныңдар. Алтын тәжді, алтын ғасырдың мекеніне асығыңыздар.